Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Менде осындай неше уақыттан бері пайдаланылмаған мантаваркалар, қазандар және осындай табалар бар еді. Солардың барлығын ешқандай химикатсыз тазалау әдісін көрсетемін. Тазалап болғаннан кейін біздің ыдыстарымыз осындай өте жып-жылтыр күйге енетін болады. Ең бастысы ұзақ уақытыңызды алмайды, небәрі 5 минуттың ішінде тап-таза болып шығады. Ең алдымен кеңдеу ыдысымызға су құйып, суымыз қайнағанша біраз көтеміз. Суымыз қайнағаннан кейін оның үстінен мен бұл жерде 6 ас қасық порошок қостым. Бізге кез келген порошок жарай береді. Және оның үстінен 6 ас қасық ас содасын қостым. Ас содасын көбірек қоссаңыздар тіптен жақсы. Мен барлығын дерлік азғантай қалған екен қосып жібере салдым. Одан соң 6 ас қасық сұйық май қостым. Және үстінен бір сабынды осылай жұқа етіп турап қостым. Сабынды қаласаңыздар үкіштен өткізіп қоссаңыздар да болады. Енді қайнаған суда барлығын бір араластырып алып, жаңағы ыдыстарымызды барлығын осы судың ішіне саламыз. Суымыздың асты орташа отта тұру керек. Одан соң ыдыстарымыздың барлығын салып, жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында біздің ыдыстарымыздың сыртындағы майлары өздігінен еріп кете бастайды. Жарты сағаттан соң ыдыстарымды келіп қарадым. Сөйтсем, сыртқы бөлігі өздігінен кетіп қалған, ешқандай ысқылаған жоқпын ол жерде. Осындай өте қатты майлы жерлері ғана қалған. Бұл жердің өзі ешқандай қазан қырғышты да қажет еткен жоқ. Өздеріңіз көріп тұрғандай қолмен ұстасаң болды. Барлық жері түсіп жатыр. Барлығын енді бір-бір осылайынан сүртіп жібердім. Өздігінен барлығы тап-таза болып шыға келді. Ішкі жағы да дәл солай. Барлығы жібіп дайын тұр. Ешқандай қырғышты да қажет етпейді, әрі күшіңізді де жұмсамайсыз. Өздігінен осылайынан кете береді. Осы әдісті жасап көріңіздер. Неше түрлі зиянды химикаттармен тазалағаннан көрі осы әдіспен тазалаған жақсы деп ойлаймын. Әрі ұзақ уақытыңызды алмайды. Ыдысымызды суытып алмай ыстық күйінде осылай 1-2 сүртіп жіберсек, өзі тап-таза болып шыға келеді. Егер ыдысымыз суып қалатын болса, майлары да қатып қалады және кетіру қиындау болады. Сондықтан осылай ыстық күйінде бір-бір ысқылап жіберсек, тез кететін болады. Ыдысымыз ең бастысы суып қалмау керек. Сіздерге видео түсірмес бұрын алдын бір эксперимент жасап көргенмін. Дәл осылай қазандарымды да осы әдіспен жуып алған болатынмын. Өте тап-таза, өте жып-жылтыр әдемі күйде болып қалды. Осы әдіс сәтті шыққаннан кейін сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Кез келген темір ыдыстарыңызды осылай жылтыратып алсаңыздар болады. Міне менің қазандарым да, мантаваркаларым да барлығы осылай өте жып-жылтыр әдемі күйге енді. Егер сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.